мына жерде мен жаман деп айтпаймын. Сен даусыңды бұрла, сосын образды дұрыстап бер. Тоқтайтын жерде тоқта, мысалға. Біз қазақ халқы өздерін жақсы білесіздер деген сияқты пайдалан сондай. Бұндай халыққа өтімді өздерін аулап тастап, кішкене халықтың вниманиясын алатын қарапта сөздер болады. Ал енді мынау деген сияқты сөздер бар өзі. Сондайлар жақсы пайдалану керек, орын болғанша. Бірақ жиі айтпау керек. Сосын әр адамның өзінің қарапта сөзі болады. Біреу ардақты ағайын дейді, біреу қадірменді болады, біреу қадірменді ағайын, біреу құрметті ағайын дейді, біреу ардақты әлеумет, құрметті әлеумет дейді. Мысалы, өздеріне бір тілдеріне жатымды бір сөзді таңдап алады. Мысалы, ал енді мына құрметті қонақтар, ардақты ағайын, болмаса қадірменді қонақтар, қадірменді ағайын. Бұны өздерің қарайсыңдар. Ардақты ағайын дегеннен басқа сөзге кетінбесін негізі. Бәрі айтады. Оны процесс жүзінде давать етіп отырса болады. Конечно. Мысалға қайта ардақты ағайын дей берген. Жоқ, құрметті қонақтар. Жоқ, оны көп айтуға тырыспаңыздар. Ол ардақты ағайын өзі бір келетін сөз болады. Тойымызға қош келдіңіздер, қадірлі қонақтар. Бұл сөз керек. Мысалы керек емес айтып отыр ғой, мысалы қажет жерінде ғана пайдаланыңыздар. Қажет емес жері болады өзі. Ол сөзсіз ақ та ол өз орнына жетеді, сол айтса да қабылданады. Мысалы